Сабақта біз зат есімнің ертегі және әйелтегі болып бөлінетінін айтып кеттік. Және зат есімнің белгілері ол тамарбута, басты белгісі, одан кейінгі белгісі алиф мамдуда, мына белгі, одан кейінгі белгі алиф мақсура. Яғни мынау белгі тектес, бірақ бұл алиф болып оқылады, дауа деген сияқты. Сондай-ақ қайталап кететін болсақ, халықтар, қалалар, елдердің атаулары және дененің жұп бөліктерінің атаулары, ядун, қол, ұзынын, құлақ. Осылар әйелтегі болып табылатынын айтып кеттік. Енді сабағымызды жалғастырайық. Бүгінде жаңа сөздерге тоқталып кетеміз. Калимат жадида, яғни жаңа сөздер. Жадида деген жаңа, калима деген жекеше түрде негізі, калимат көпше түрде. Сонымен шужаун, батыл. Хунна, олар әйел тегіндегі адамдарға айтамыз. Хум, олар ертегі. Хума, ол екеуі, яғни араб тілінде екілік деген бар. Екі адам тұрса, хума деп айтады. Ма исму хума, ол екеуінің аты кім? Енді антума деген сендер екеуің. Махад, институт. Кабирун, үлкен. Кибар, үлкендер. Кабиро, үлкен. Егер әйел тегіндегі нәрсені сипаттап жатсақ, мысалы, китап, үлкен кітап десек, китабун кабирун деп айтамыз. Ал егер мысалы сайяро, көлік, машина, оны үлкен машина десек, енді сайяро кабиро. Неге? Себебі сайяр әрпінен кейін тамарбута тұрады, сондықтан да ол әйел тегі. Және оны сипаттағанда да біз кез келген сипатқа сын есімге тамарбутаны қосамыз, егер ол әйел тегінде тұрса. Мысалы үшін Джамил деген әдемі, Ахмад Джамилун, Ахмад әдемі дейтін болсақ, ал енді Аиша Джамиля деп айтамыз. Сағирун, кішкентай, көпше түрде сиғар, сағиро, әйел тегіндегі кішкентай, сағирот. Раджулун, ер кісі, хаза, бұл, хазихи, бұл, әйел тегіндегін айтамыз, яғни хаза раджулун, ва хазихи имра'a, бұл әйел кісі. Тағы бір екі мысал, хаза муаллим, хазихи муаллима, бұл мұғалім, хазихи муаллима, бұл мұғалима. Тағы да мысалы, хаза толибун, бұл студент, хазихи толиба. Осылай ары қарай. Хаулаи, бұлар, яғни әйел тегінде де, ер тегінде де қолданамыз. Имра'a, әйел. Тауилун, ұзын. Қасирун, кішкентай, қысқа. Муаллим, мұғалім, ер кісі. Муаллима, әйел кісі. Тилмиза, оқушы қыз. Тилмизум, оқушы. Мән, кім, мә, не, мә хаза, бұл не, лиман, бұл кімдікі. Мәселен, қолыңызда кітап. Лиман хаза, бұл кімдікі. Лил муаллим, бұл мұғалімдікі. Литтилмиз, оқушыныкі. Ары қарай кете береді. Жаттығулар. Ендеше мына сөйлемді оқып, аударуға тырысайық. Кетейін. Хаза раджулун тауилун. Яғни, бұл ер адам ұзын деп тұр. Хаулаи риджал тивал. Бұл ер адамдар ұзын, яғни ұзын ер адамдар. Деген мағынада бұл ұзын ер адамдар. Егер сөзбе-сөз аударатын болсақ, ер адамдар ұзындар. Хазихи аль-мар'a қасиро. Бұл әйел бойы кішкентай, қысқа. Егер бұл еркек бойы кішкентай десек, хаза раджулун қасирун дейміз. Тамарбутасыз қолданылады. Әйел тегі болғандықтан тамарбута қолданды. Хаулаи
нисау қасират. Бұлар әйелдер, бойы кішкентай, қысқалар. Бұлар қысқа әйелдер. Хазар ражулу кабирун. Бұл ер кісі үлкен. Хаулаи риджал кибарун. Бұл ер кісілер үлкен кісілер. Хазихил мар'a сағира. Бұл әйел кісі, бойы кішкентай. Дары қарай өздеріңіз аударыңыздар. Хаулаи нисау сағират. Хуа тауилун. Аудармалары бар, енді аударып жұмыс жасаңыздар. Хум тивалун. Анта қасирун. Антум қисарун. Ана тауилун. Нахну тивал. Анта жерде сен деген сөз, тек қана жарайды. Нахну кибар, біз үлкендеріміз. Хуа сағирун. Хум сиғар. Анта сағирун. Хуа кабирун. Антум кибар. Ана сағирун. Нахну сиғар. Так. Мына жерде кішкене бір-екі сөздер түсіп қалыпты. Кеттік ары қарай. Енді мына сөйлемдерді аударып жазыңыздар дейді. Енді мына сөйлемдерді аударып көріңіздер. Аударып көрейік. Бірінші өздеріңіз аударыңыздар. Кейіннен қосыңыздар мына аудионы. Бағдадун Мадина қадима дейді. Яғни Мадина қала деген әйел тегіндегі сөз болғандықтан, қадим ескі деген сөзге тамар ота қосылды. Сонымен Бағдад ол ескі қала дейді. Ой-ой-ой. Фатима бинту сағира. Фатима кішкентай қыз. Русия дәулә кабира. Яғни алдында айтып кеттік қой, қалалар, елдер, олар әйел тегіндегі сөздер деп. Сондықтан ол дәулә кабира. Ол сондай үлкен мемлекет дейді. Күнделікті өмірде қолданылатын сөздер. Жаттап алыңыздар. Араб тілінде амандасу негізі жалпы қолданылатын ассаламу алейкум, Аллахтың сізге сәлемі болсын деген. Немесе тағы да өте жиі қолданылатын ол мархабан. Түрк тілінде осы мираба деген сөз. Мираба осы мархабан сөзінен алынған. Жалғыз бұл емес, өте көп сөз түрк тілінен, араб тілінен алынған. Сабахул хайр. Сабахул хайр. Сабах деген таң негізгі аудармасы, хайр жақсы деген сөзбе сөз аударатын болсақ, сонымен қайырлы таң. Масаул хайр. Қайырлы кеш. Жаңа маса деген кеш, хайр жақсы. Сен қайдан боласың? Мин айна анта. Мин айна анта. Ана мин Қазақстан. Мен Қазақстаннанмын. Ана мен Түркия. Мен Түркияданмын. Кете береді осылай. Қалың қалай? Кейфа халук. Енді осы жерге егер ертегі болса, ер адамға кейфа халук, я Ахмад дейміз. Ахмед. Адамдардың аттарында олар я дегенді қойып сөйлейді. Я Ахмад, я Фатима деген сияқты. Кейфа халуки, я Аиша. Қалың қалай? Аиша. Жалпы негізі ер адамға да, әйел адамға да соңынан харакатын қоймай кейфа халук десеңіз де жеткілікті. Қалың қалай? Кейфа деген қалай деген мағынаны береді. Хал деген қал қазақ тіліндегі, к деген ол сенің деген мағына. Халук сенің қалың. Мысалы, сенің тағы да бір-екі мысал. Сенің кітабың, китабук, сенің кітабың. Қаламук, сенің қаламың. Дафтарук, сенің дәптерің. Осылай кете береді. К деген, яғни сенің деген жалғау.
сенің деген мағынаны береді. Мен жақсымын, әна бихайр, шукран. Немесе үнемі олар әлхамдулилля деп айтады. Немесе әлхамдулилля аля күлли хал. Барлық жағдайыма Аллаға шүкір. Оны айтқанда, значит, оның көңіл күйі дұрыс емес деп түсініңіздер. Жарайды, сіздің сабағымызды жалғастырайық. Или осы 10 минутпен тоқтатсам екен.